2020 жылдың 28 қаңтары күні Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік драма театрында Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет ұжымына арналған Абай трагедиясы қойылымы көрсетілді. Айтулы қойылымға университеттің профессор-оқытушылар құрамы, студенттер мен магистранттар және басқа да мүшелері қатысты. Іс-шараны Қазақстан Республикасының халық әртісі, Парасат орденінің иегері профессор Есмұқан Обаев ашып, барлық қатысушы көрермендерге алғысын білдірді. Сондай-ақ университет ректоры профессор Такир Оспанұлы Балықбаев сөз сөйлеп, өз ойын ортаға салды. Құрметті бүгінгі театрдың қонақтары, жаңағы осы қойылымның режиссері, осы театрды көп жыл басқарған Есмұқан Обаев ағамыз кіріспе сөзін айтып жатқанда, бір ойды айтып жатыр. Бүгін мынау алдарыңызға келіп шығып тұрған себебіміз де сол. Мынау Қазақтың жоғарғы білімнің қара шаңырағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің осы жерде ұжымы, енді басым көпшілігі дейін, барлығы емес, өйткені басқа қонақтар да бар, басым көпшілігі келіп, бүгін осы жерде біз Абай жылын өзімізше осы театрда ашып, жаңағы Есмұқан ағамыз айтқандай, үлкен Абайдың осындай сомдалған бейнесін көріп, осы жерден бір жағынан өзімізге тағы да нәр алсақ, екінші жағынан жылдың басын бастап жатқан осындай жағдайымыз бар. Сондықтан мына осы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ұжымының атынан мен ректор ретінде барлықтарыңызды бүгін осы спектакльге қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Айтулы жиын Есмұқан Обаевтың жетекшілігімен қойылған Абай трагедиясы қойылымымен жалғасын тапты. Менің даугерім, керім. Жүгінісің. Оған шейімға қандың оймайды, керім қайда болады? Ол екеуіне кепілге болады. Кепілің тағы. Анау ажардың амандығына сен кепіл. Сен үшменіңдер мұнаған? Сенемін, болсам бердім. Айларға мен кепіл. Жаза күні менің қолымнан аласыңдар. Қақтығыс, қайғы, сатқындық, өлім сияқты адам өмірінің ауыр кезеңдері суреттелген бұл трагедиялық қойылым көпшіліктің жүрегінен орын алып, сәтті актерлік ізденістер, ой саларлық образдар көрерменнің көңілінен шыққаны сөзсіз.